тапсырмаларды орындай алатындығы, салауатты өмір салты туралы қарапайым түсініктерінің қалыптасқандығы, таңғы жаттығулардың пайдасын туралы білетіндігі байқалады. 6 жастағы баланың бойындағы физиологиялық дайындық қатарында кеңістікті ұйымдастыру, қимылды үйлестіру, үйдегі, көшедегі, қоғамдық орындардағы қозғалысты, қимылдың қарапайым ережелерін білетіндігі, қолдың ұсақ моторикасының дамуындағы жіпке моншақты, түймен өткізуді үйренетіндігі, дәптердегі торға өрнектер сала алатындығы, жармаларды сұрыптай білетіндігі, сондай-ақ қарапайым өрнектер сарылу арқылы кеңістікті бағдарлай білетіндігі, қауіпсіз мінез-құлық негіздерін, соның ішінде жедел жәрдем, өрт және полиция қызметтерінің телефон номерлерін атай алатындығы, жаяу жүргіншілер өткелінің бағдаршам белгілерін түсінетіндігі, пайдалы тағам өнімдерін ажырата алатындығы туралы дайындығын байқаймыз. 7 жастағы баланың бойындағы физиологиялық дайындық қатарында кеңістікті ұйымдастыру, қимылды үйлестіруі, үйдегі, көшедегі, қоғамдық орындағы қауіпсіздіктің қарапайым ережелерін меңгергендігі, қолдың ұсақ моторикасын дамытуда, жіпке моншақты, түймен өткізе алуы, қарындашты, қайшыны сенімді түрде игеріп, жұмыс дәптеріне, альбомға сызып сурет сала алатындығы, жармаларды сұрыптай білетіндігі, кеңістікті бағдарлау қабілеттерінде де қарапайым графикалық бейнелерді, өрнекті, пішінді дәптерге дұрыс көше алатындығы, қауіпсіз мінез-құлық негіздерін меңгеріп, өзінде және басқаларда алғашқы науқас белгілері байқалған кезде ересектерден көмек сұрайтындығы, шұғыл көмек қызметтерін шақыруды меңгергендігін, пайдалы және зиянды тағам өнімдерін ажырата алатындығын байқаймыз. Келесі кезекте әлеуметтік психологиялық дайындық. Бұл кезеңде де 5 жастағы баланың әлеуметтік психологиялық дайындығының қатарында қатынас құралдарын, ересектермен, құрдастарымен өзара қарым-қатынастың тәсілдерін игергендігі, туыстары, достары, көршілерімен қарым-қатынас жасау кезінде байсалдылық танытатындығы, жақындарына, айналасындағы адамдарға, туған еліне сүйіспеншілік танытатындығы байқалады. 6 жастағы баланың мінез-құлықтың адамгершілік нормаларын меңгергендігі, эмпатия мен төзімділік танытатындығы, ересектермен бірлесіп еңбек әрекетін орындайтындығы, жақындарына, айналасындағы адамдарға, туған үйі мен өлкесіне сүйіспеншілігін көрсете алатындығы, топтың мүддесін қорғай білетіндігі байқалады. 7 жастағы баланың мінез-құлқында жақыны адамдарын жақсы көріп, өзінің туған өлкесіне деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімін білдіретіндігі, қарым-қатынастың шиеленіскен жағдаяттарынан шығатын жол таба алатындығы, мектепке барғысы келетіндігі, жаңа білімді меңгеруге айрықша қызығушылық танытатындығы байқалады. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, жаңартудың, педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырмай шешу мүмкін емес екендігі мәлім. Заманауи әлемде педагогқа өте күрделі талаптар қойылады. Педагог әр уақытта адам тұлғасын қалыптастыруда, ол қайталанбас, теңдессіз жауапты істі басқаратын ұмытпау керек. Осындай жауапты істе педагог педагогикалық ғылым мен озық тәжірибенің жаңаша жетістіктерін қолдана, өзінің шеберлігін үнемі жетілдіріп отырады. Мектепке дейінгі және басқа да білім беру ұйымдарының қызметі баланың толыққанды дамуы үшін, балабақшада немесе үй тәрбиесінде қарамастан қабілеттерін ашуға, денсаулығын нығайтуға, өмірлік танымын кеңейтіп, өзіндік көзқарастарын қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Әрбір болашақ бірінші сынып оқушысы еліміздің туған өлке туралы, ересек отбасы мүшелерінің еңбегі туралы, туған өлкесінің табиғаты туралы қажетті білім мен дағдыларды игеруі, осы білімді игеруге ата-анасының талабын қанағаттандыруға, тәрбие мен білімді ұштастыра отырып, баланың тұлғалық қасиеттерін ашуға қызмет ететін педагогтың жүгі ауыр. Сондықтан мектеп алды даярлықты жүзеге асыру баланың болашақ дамуын айқындайтын бүкіл білім беру жүйесінің
іргетасы болып